Ай, сен бүгін үйге келмей қалып жүрме. Бүгін туған күнің ғой. Салтанат 38 жас. Ертең қартайғанда ешкімге керек болмай қаласың. Біреуден болса да туып ал. Қайтып туам? Ешкімім жоқ болса. Енді қайдан білейін, енді былай моменттер болады ғой, иә? Күйеуге тиетін болсаң, жүрдің ғой кезінде, ананың ана жерін, мына жерін ұмайды деп. Ей, шынды қыз, қазір медицина дамыған. Біреумен жатудың да қажет жоқ. Екі орталыққа барасың, жасанды жолмен ұрықтандырады. Бұрынға дейін жазылады екен, Түрін көрмегеннен кейін қиын екен. Өздеріңіз донор тауып алып келіңіздер. Пожалуйста. Осы уақытқа дейін жүрді ғой, ешкімде менсінбей. Осы жігітке келгенде торымыз ұстайды да қалады соғыс. Негізі бұл дұрыс нәрсе ғой. Айттым ғой, түсінігім мол деп. Қазір әйеліме бір ескерте салайын, Ей, жоқ, әйелің. Таныстар болмайтын сияқты. Донорды сырттан іздесек қайтеді. Табиғи жолмен көрмейм, Өзі біледі ғой, қалай туатынын. Сонда да натуральныйға жетпейді ғой. Салтанат, Айдос. сонда саған сен ұнатып қалдың. Екеуміз жүрейік деді ма? Бірдеңе тық ете қал. Оппа дегенсің ғой. Сол тық ете қалса тармас ете бермей дағанша тықылдат. 4 тіл біледі, графикпен жүреді, әрбір қадамын жоспарлап қойған. Мынау қандай керемет. Высший класс. Үйге кіріп, шай іштесең, кірейін. Жаңа ғана шай іштік қой. Жүрген бір тұрмыссың ғой. Үйде бір шай жоқтай. Мамба, привет. Привет. Ну ты бледненький, қалайсыз, а? Ничего. Здравствуй, Салтанат. Сәлем бердік. Я тебя прошу, пожалуйста, не здесь. Нет, мам, мне не трудно. Вот сразу видно, что хорошо отдохнули, загорели. О, құдалар келді. Қалайсыздар? Қалайсыздар? Иә, балалар, жақсы дем алдыңдар ма? Дубай қалай екен? Жақсы, ұнады бізге. Қалай, арабтар жүрме? Жүр. Ой, ботақан, өзімді әбден сағындым ғой. Ой, Майра, қойсен, күнде видеозвонокпен сөйлесесіңдер ғой? Да, анам всего 2 раза звонила. Кеткенде и келгенде. Ну, ничего страшного, мы думали, вообще не буду звонить. А мы, кстати, за вас переживали. Кстати, шумно здесь, да? Душно? Да. Может, пойдем подышим? Да, точно. Пойдемте на улицу. Давайте выйдем на улицу. Как кузенькам дала свой? Фильм Дастана Қалдыбаева. А у вас тут так прохладно? У нас? Енді Дубайға қарағанда кішкене салқындау деп жатқаны ғой құдағи. Я понимаю. Это когда человек впервые за границу выезжает, даже Алмата кажется периферией. Ой, құдағи, сізде впервые деп айттыңыз ау. Құдайға шүкір, біздің қызда шетел көрген. 2-ші курста емес, студияға барғандарың Бішкек көрген. Мам, пап, это вам подарок. Ой, спасибо, доча. Спасибо. А вот это вот бұл сізге. О, несін әрі болдыңдар, рахмет. Спасибо, балам. Сонда анау 2 сағаттан келсеңдер сөмкелерің әлі тұрмай екен? Иә. Көрдің бе, мәдениет қой, мұсылман мемлекетінде ол тартып қатал. Салтанат, ты с нами? Да. Жарайды, қызым. Иә. Бара ғой. Поехали. Дидар, возьми. Жеткен соң хабарласыңыздар, иә ма? Бізде қайтайық. Только место, где
ешқандай сыйқыр күтпей естеліктер түпте бітті жалғыздықте сағымсың ыстықсың өзім ақ тілеп алдым артықсың қар еріп көктемің келер күнде желмен кетер үмітімде еркіме қарсы алыс мекендей күрсініп жүрген жоқ бекендей жоғалтқаныма әлі сенбей кейде сенбей еркіме қарсы алыс мекендей күрсініп жүрген жоқ бекендей жоғалтқаныма әлі сенбей маза бермейді. Жаным, все в порядке? Да? Точно? Да. Салтуша, я же вижу, что что-то у нас происходит. Что ты весь день хмурая ходишь, ни с кем не общаешься? Ну, поделись со мной, расскажи, что случилось. Ты знаешь, мне просто не нравится то, что наши родители, они не общаются между собой. Ты не замечал этого? Замечал, конечно. Ты думаешь, это нормально? Да нормально. Жанна, мы женаты всего 3 месяца. Ничего, сроднимся, еще все хорошо будет. Жан, нет. Кудылар, как правило, они с первых дней нормально общаются, созваниваются, а наши вон ходят, как будто чужие. Ну, что ты предлагаешь? Они взрослые люди, сами разберутся. Может, ты поговоришь со своей мамой, а? Ага. Значит, это мы во всем виноваты, да? Блин, мам, никто не виноват вообще. Значит, это мы не хотим с ними общаться, да? Тома. А теперь послушай меня, сынок. Если они так сильно хотят с нами общаться, тогда почему мы до сих пор не видели, где они живут? Это же традиция такая. Как язык курсету. Шанырак показать. Сыночек, мы, как положено, позвали их в гости, к себе домой, все показали, все рассказали. Мы до сих пор не видели, где они живут. Они же как кочевники. Туда-сюда, туда-сюда. Я тут еще что-то нам предъявляют, что ли? Мам, ну не надо так тоже говорить. Они нам не чужие люди. Все у нас, как говорится, кудан курдасындай болсын, кудайын сырласындай болсын. Что ты сейчас сказал? Ты сам-то понял, что ты сейчас сказал? Ну, конечно. А я вижу, кто это сказал. Нет, я слышу, кто это сказал. Тебе сюда жена прислала? Нет. Что ты врешь-то, а? Ты таких слов сроду не знаешь. Как там было? Курдасындай? Курдасындай болсын, а кудағи уже сырласындай болсын. Господи, я тебе 100 раз говорила, женись на городской девочке. Ты все сделал наоборот. Ай, хе-хе. Болды енді ұят болады. Сонда бізді кочевник құда деді ме? Енді соған келтіріп тұр ғой. Мен неше рет айттым, олар біздің теңіміз емес деп. Айналайын-ау, енді қызыңның таңдауы ғой. Түй! Ауылдың жігітімен таныссын деп неше рет айттым мен саған? Арушка, когда мы как все нормальные пары будем встречаться по вечерам? Нурганат, я сколько раз тебе говорила, меня по вечерам не отпускают. Если не нравится, найди себе другую. Я же тебя не заставляю. Ну, енді просто кешкісін көшеге шығып, ары-бері гулять етіп жүруге болады ғой. Ода тұрған не бар айтшы?
Как будто мен сен бір саунаға шақырғанда тормоз ете бересің. Чего? Шутка ғой, шутка. Жон. Нұрғанат, анау ноутбугыңды алып бергеш. Жарайды, жан. Потом звондайм. Давай. Әке, не болды? Анау квартира іздейтін сайтыңды аш. Ойо, тағы да көшеміз ба не? Көшеміз. Неге? Құда-құдағай шақырамыз, шаңырақ көрсетеміз, есік көрсетеміз. Осында шақыра берсек болмай ма? Болмайды. Мына екі бөлмен қай бетіңді көрсетесің? Жоқ, онда біздің бәрібір квартирант екенімізді біледі ғой. Жетті, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Майра есіңде ме? Қалаға алғаш көшіп келгенде 4-ақ кейін шөгеді ғой, 24 бопты. Ой, байып кетіппіз ғой онда. Қызық еместікте ешқандай сыйқыр күтпей естеліктер тіпте бітті жалғыздықте сағымсың ыстықсың. О, енді болды. Қалай? Үйіміз ұнап жатыр ма? Ұнамағанда бақандай 320 мың беріп отырмыз. Немене ақшасын айта бересің? Қайта? Бір ай тұрамыз, құдаларға есік көрсетеміз. Болды ғой? Сонда да осыншама жыртылып керегі не деймін да? Өтіріктен бай болып әйтеуір. Қатын, сен дәл осы жерден тоқта. Мен өзім үшін істеп отырмын ба? Қызымның абыройы үшін істеп отырмын. Білсін құдалар текті жердің қыз екен. Міне, текті жердің қызы өз звондап жатыр. Ал қызым. Иә, орналасып болдық деймін. Әкең жаңа домбырасын ілді ғой. Жақсы болған, мам. Дайындықтарыңыз қалай? Дайындалып жатырмыз. Сосын мамана не печеньем пирог жасайтын едіңіз ғой? Иә. Может, соны жасамай қоясыз, просто құдағыңыз ондай нәрселер жемейді да? Жоқ, ондай жасамайын. Ет асамыз ғой. Жақсы. Сосын мамана папама айтыңызшы, аяғындағы домашний тапочкасын ауыстырсыншы, пожалуйста. Ладно? Міне біреуін көзін құртшы, міне біреуін. Кеңесбай, не қылса, мен құдалар келгенде кішкене орысша сөйлесем деп отырмын. Орысша сөйлегенше, жаймасың? Енді бір жағынан үйден де шықпағаныма біраз болды ғой. Оның үстінде құдағи орысша, мен қазақша, сол нәрседе арамызды бөліп тұрған сияқты. Өзің білші. Шіркін, мұндай үйіміз қашан болады екен, әке? Құдай бұйырса болады, балам, уайымдама. Қойшы, Кеңесбай, осы бұйырып тұрған үйді алмадың ғой кезінде. Мы рады, что судьба свела нас с такими замечательными кудаларами, как Кенисбай и Майра. Мы благодарим вас за то, что вы воспитали такую красивую невестку Салтанат, которая теперь и для нас тоже стала дочерью. Наша семья чтит казахские традиции. И поэтому мы в качестве Колыма
решили сделать вам подарок. Подарить ключи от трехкомнатной квартиры. Пожалуйста, дорогие кадалар, примите от нас вот этот скромный подарок. Жоқ, құда, ренжімеңіз. Мен бұны ала алмаймын. Ең бастысы, балалар бақытты болсын. Сен намыс жайлы не білесің, ей? Тойдан кейін Жарқынбайлардың өзі қолымды алып, жігіт екенсің Кеңесбай деп кетті ғой. Көрдің ғой өзің? Кеңесбай, Жарқынбай туралы айтпашы маған, а? Әй, ол тегін араққа мәз болып жүрген адам ғой. Әрине жігіт екесің дейді. Арағың ішіп жатса. Ассалаумағалейкум, құда. Түрлетіңіздер. Ой, спасибо. Добро пожаловать в нашему шаңыраку. Как доехали? Спасибо, хорошо. Ой, куда едет, а вам? Ой, спасибо. Какая классная. Ну, что стоим? Раз уж пришли, как говорится... Ой, этот, как говорится... Что и, как говорится, да? Здравствуйте. Ой, привет. Ну ладно, давайте, проходите. Спасибо. Спасибо. Проходите. Майра, кішкене жеңілірек сөзіңді айтшы, білмесін. И долго вы здесь собираетесь жить? Жоқ, ондай көп емес. Получается, посуточно сняли? Я что хотел спросить-то? Куда была? На кого учишься? На программиста. Ох, отличный выбор. Будущее за IT-технологиями. Он у нас такой, с детства к компьютеру близкий. Компьютерге жақын деп жатқаны ғой, иә. Кстати, кто старше, Салтанат или Нурганат? Они двойняшки. Егіз ғой бұлар. Нет, ну мы в курсе. А кто старше? Енді сіздердің келіндеріңіз үлкені. Иә. Үлкен болғанда енді біз ешкімге айтпайтымыз. Бұлардың жаңағы жаратылысы егіз болғанда табиғатта өте сирек кездесетін жағдай. Ну, в природе. Иә. Екеуі туылғанда саусақтар бүйтіп жабысып туылған. Да вы что? Иә, көрсетші қолыңды. Вот что интересно, вот они на расстоянии друг друга вот хорошо знают. Енді бірін-бірі алыстан сезет деп жатқаны ғой. Ана өйткені кішкентай кезінде біреу ауырып қалса, екіншісі де ауырып қалатын. Біреу жыласа, екіншісі де жылайтын. Сондай болды бұлар. Действительно редкий случай, а? Вот у нас дети такие. Какие? Она это не лайк. А вы проходите до Стархану. Спасибо, спасибо. Кеңесбай, что там? Что там, мисс? Нет, что ты каждое слово мое переводишь? Зачем один слово делаешь два слова? Адам не наш. Ой, сен орысшаңды аудармаса болмайын деп тұрмын. Жоқ, ол жақта біз көп тұрған жоқпыз, тек 1,5 жыл ғана тұрдық. Вот и вы, құдалар. Не соскочились? Іштеріңіз піспады ма деп жатқаны ғой. Құда, сіздің сыбағаңыз, ау мен, бата өп жеріңіз. Нет, может, вы сами? Ой, құда, енді сіз, құда, сіз жаңадан кеп отырсыз алғаш рет. Ау мен. Ал, құда. Ну что сказать?
Бәрі жақсы болсын. Аумин. Аумин. Коротко и ясно. Кто будет бульон? Мясной бульон. Еттің сорпасы деп жатқан ғой, я. Да, мы поняли. Мен қазір. Құдағи әкесіңізші, мен өзім салып берейінші, құдағи, қолыңыз жетпей тұрған шығар. Ой, Элеонора, сәлеметсіз бе? Почему на звонки не отвечаете? Звондадыңыз ба? Ой, бұл байқамай қалғанбыз ғой онда. Где оставшаяся сумма? Вы еще вчера должны были скинуть. Иә, ол ақшаны ертең жіберетін болдық. В смысле ертең? Карточка блокировкаға түсіп қалды. Блин, начинается. Я же вам по-человечески объяснила, что у меня кредит. Что за запах? Тут что-то горело? Жоға, бағана бауырсақ пісірген ғой, соның иісі шығар. Дорогая, а это на что? Я нормально включала. Нормально? Я же вам говорила, что я недавно сделала свежий ремонт. Конечно, вам все равно. Но вы понимаете, что этот запах может теперь впитаться. Отойдите. Блин, тут тоже воняет. Что за люди вообще, а? Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елизавета. Элеонора. Елеонора ханым. Где деньги? Жүріңізші, мен түсіндірем сізге айтып. Подождите, мне кое-что нужно здесь взять. Да, возьмите. Да не здесь. Подвиньтесь. А что, собственно, случилось? Я так понимаю, вы хозяйка этой квартиры, да? Да. Извините, мы тут вообще-то в гостях сидим. Құдағи, бәрі нормально, қазір шешем мен. Жүріңізші, Елизавета ханым. Руки уберите. Что за фигня? Вы что это, гвоздем прибили? Вот придурки, а! Все, хватит! Вы что себе позволяете, а? Вы как разговариваете с людьми? Вы что думаете, себе хозяйка обо всем дозволено? Это же какое-то хамство! Что ты сказал? Женщина, сначала снимите свою обувь, а потом будем с вами разговаривать. Идите. Не толкай меня! Иди! Не толкай меня, сказал! Все нормально. А вот теперь правильно. Значит так. А ну пошли все вон! Я кому сказала вон! Немедленно! Чтобы духу вашего здесь не было! Вот, это тоже ваше! Не болып кетті өзі. Құдағи, бәрі дұрыс па? Не знаю. Тамақтың астын просто ештеңе жеген жоқ. Дей бер. Куда бала? Ну, извините меня, пожалуйста, но это я виноват. Ну, не надо было мне вмешиваться. Жоқ, құда, вы вообще ни при чем. Өзі нашар адам болып тұр ғой. Действительно больная какая-то. Ужас. Майра, 24 па? Иә, 24 Құда, құдағи, сіздерге рахмет. Енді ренжімеңіздер, осындай болып қалды. Ренжімеңіздерші. Ну, а вы куда поедете? Ой, біз бірдеме қыламыз, телефондар бар бізде. Правильно, поехали. Нет, мы не можем вас так оставить. Куда? Ну, поедем к нам домой, а? Жоқ, жүре беріңіздерші, болды. Куда? Я серьезно. Поехали к нам, а? Ильдар, можно тебя на минутку? И зачем ты их позвал? Ты не мог со мной посоветоваться?
Ну что, мы должны были оставить здесь их на улице, что ли? Ну неудобно же. В смысле неудобно? А нам удобно? Первый раз позвали в гости, и на тебе. Поехали уже, а? Гульнара, успокойся. Ну, так нельзя, и яд полот. В смысле яд? Я тебе говорю, поехали домой уже, все. Ой, Дидар. С кем ты нас связал? Немно ужас, ой, ужас. Куда? Ну, поехали хотя бы сегодня у нас переночуйте, а? Жоқ, құда, атай көрмеңіз. Жоқ. Проходите. Проходи. Мам, я думал, вы позже приедете, а что? Мы тоже так думали, сынок. Ассалаумалейкум. Сіздер қайдан жүрсіздер? Қонаққа келіп қалыпсыз ғой. Қалайсыз? Зидар, помоги Нурганату свечами. Ага. Ассалаумалейкум. Ну, а вы, дорогие Кудалар, располагайтесь. Мы сейчас подойдем. Мам, не болды? Қызым, біз бүгін бір күн қонамыз да ертең квартира тауып кетеміз. Сендер дұрыс түсінбей қалып жүрмеңдер, жарай ма? Нет, мам, вы что, конечно. Алаңдамай демала беріңіздер. Сіздердің хозяйкаларыңызды айтам да, қызық адам екен. Түнде қуған нес? Ой, қызық болғанда бар ғой. Орысшам жетпей ұрыс алмай қалдым ғой дұрыстап. Қазақша болғанда ит терісін басына қаптыр едім тура. Бір күн боламыз да біз қайтамыз. Иә. Ладно, мен барып шай қояйын. Иә. Мынау қызық болды ғой. Құдаға тартқан басы айланып келіп өзіме тартылды. Конечно. Теперь же вы у нас в гостях. Чувствуйте себя как дома, да? Құда басынан. Рахмет. Как говорится, наш дом – это… Наш дом. Угощайтесь. Кстати, Салтуш, мы кое-что о тебе узнали. Что? Ну вот, пусть она сама расскажет. Что рассказать? Ну, оказывается, Салтанат и Нурканат особые двойняшки. Ну, как скажешь. Да, кстати, мы были с мамой очень удивлены. Да, мы на самом деле такими родились. Мам, пап, сіздермен жайлы біраз нәрсе айтыпсыздар ғой. Ой, қызым, тіпті саусақтарыңа дейін айтып бердік қой. Енді мына құдаларға тапсырғаннан кейін бәрін білу керек қой. Да, кстати, а вы не могли бы показать? Интересно. Пап, ну не за столом же. Ну, любопытно, сынок. Да, и прямо так вот были соединены? Ну, вот так-то. Это просто удивительно. Ол істен кемес, Құдака. Бұл екеуінің жүректері, тамырлары бірдей соғады. Бүкіл дәрігерлер таңғалған ғой. Иә. Әкең қолдан ұстатыңыз, тыңдап көріңіз. Давайте. Да. Дай. Ну дай. Дай еще раз. Это просто удивительно, а? Құдака, мемлекет сізге көзден. Рахмет, Құда. Бір көзін құлағы қойып берейін, я. Құдағи жемейтін шығар. Все, Балдыз, жарысайық давай. Оттуда сюда. А? Какой тебе Балдыз?
Қайнаға де? Қайнаға? В смысле қайнаға? Ты же младший Салтанат, получается, ты мне балдос, а я тебе звездюха. А че, қайнаға десе аузын қисеп қоймын, а? Ай! Че, мықтысың ба не? Ай! Слушай, ты Да не переживай, мы здесь воду каждый день меняем. Я вас больше даже слушать не хочу, и слышать, и видеть не хочу. Понятно? Еланора ханым, сіз қызықсыз. 3 күн тұрдық қой біз. И что с того? Енді қалған ақшамызды қайтармайсыз. Вы должны мне заплатить за моральный ущерб. При чем тут моральный ущерб? Не беспокойте больше меня. Алло. Алло. Мынауың қызығы, қоя салды. Не дейді? Бермеймін дейді. Шынды ма? Бермегеніңіз? Абонент временно недоступен. Енді өшіре салды. Мынауың қызық қой, қайттан звондап көрші. Өшіре салды деймін, қалай звондаймын? Извините, но вам отказано. Мы не можем оформить вам кредит. Ей, кеңеспай! Ұмытып кетіпсің ғой. Ассаламалейкум. Уалейкум. Не дейді? Ақша жоқ дейді. Дұрыстап сұрадым өзі. Ойбай, кластасың емес пе, тауып беретін жөні бар еді ғой. Ой, ол өтірік айтпайды. Ол былай жақсы жігіт қой. Болмай тұр ғой енді. Енді сендерді күнде дұғама қосып тұрайын деді ғой. Онысына да рахмет ет. О, Нурик. Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш. Міне, сіздерді қимай та келіп қалдық. Проходите, проходите. Гульнара, у нас гости. Вы что, вернулись? Я кеп қалдық. Тағы да бір күн осында болатын сияқтымыз ғой. Иә, құдағи. И вы тоже здесь, құдағи? Проходите. Проходите. Қағылмайды ғой. Әкел. Қызым, ал. Бүгін анау әкең екеуміз күні бойы шапқылап көрдік. Оның үстіне ақшаның даңғайы болмай жатыр. Не қылса, бір апта осында тұра тұрсақ. Соны енді құдаларға бір ауыз айтып көресің бе? Да, мам, конечно, айтып көрем ғой. Әйтпесе ұят екен, қайта-қайта қоштасып келе берген. Әкем қайда? Екеуміз хотя бөлініп алып бақыт жасайық та. Қойшы, ауызым қорқамын. Өмір бай қорқып жүрсің ғой. Кетшір. Мынау қайтып келіп алған ғой? Натуре, мынау бағана бар ғой, таңертең бір сағат қайтып келмейтін адам сияқты қоштасып отыр еді ғой. Сол ғой.
өзі бір түрлі адам, маған бір тал. Саламалейкум. Мынау ішінде отырған тал. Прикинь, қойшы, отвечай, Алло, Кірсеңші енді, машинада оңбайсың шығарсың. жарайды. Нурганат, Аружана, как вы познакомились? В Инстаграме. Сначала я поставил лайк, потом она. Ну, так и познакомились. Серьезно? Вот это романтично. Такое необычное знакомство у вас. Классно. Романтика. Да, не говори. Вообще. Больше так не говори, она может не понять твоего юмора. Что самое интересное, поначалу Нурик лайкал фотки выборочно. Выборочно? Это как? В основном, где я в купальнике. Ну, енді мен сені басында андай қыз деп ойладым ғой. Қандай қыз? Андай. Потом білдім ғой сен мынандай қыз екеніңді. Кәдімгі қазақтың инабатты, ибалы қыз екен. Красавчик. О, куда? Келіңіз. Я. Присаживайтесь. Опа. Куда? Чай будете? Ну, давайте, құдағидың қолынан бір чай ішейік. Спасибо. Классные у вас тапочки куда? Это кто? Медвежонок, что ли? Күшік. А, это Кшук куда? Кшук куда, депун? Ой, извините. Какой еще Кшук куда? Классные тапочки у вас. Переключи канал. История кочевых народов насчитывает несколько тысячелетий. Еще в прошлом столетии казахи – яркие представители степной культуры. Извините, я не специально. Переключись? Жоқ, тұра берсін. Тарих қой енді. Следы и традиции того времени. Сегодня Аким города вручил ключи от квартир малоимущим семьям. К концу года планируется обеспечить жильем более 100 семей. Я получаю двухкомнатную квартиру. Құда, мен барып демалайын. Куда? Вы, наверное, сегодня устали. Может быть, расслабимся? Соны ішпей-ақ қойса қайтеді, а? Нет, я не это имел в виду. Поплаваем в бассейне? Бассейн. Давай, бой сервис қойсақ. Отлично. Ильдар, может, вы сначала в баню сходите? Зачем? Мы же в бассейн идем. Ну, хотя бы в душ. Түспей-ақ қойсақ қайтеді. Почему? Шынымды айтсам, суға түскім келіп тұрған жоқ. Мен барып демалайын. Жақсы. Гульнара, ну ты чё? Что? Ты что, специально, что ли? А что такое сказал? Бесит. Ну, вы действительно очень подходите друг другу. Классная пара. Спасибо. Кстати, а как вы познакомились? Ой, Как мы познакомились, Жан? Да, ничего особенного, на улице просто познакомились. На улице? Стар. Салтанат. Офигеть. Просто так на улице, да? Это же классика. Прям без мамы попала сияқты. Обалдеть. Она что, прикалывается? Не, просто үйден шықпайды қыз. Серьезно қабылдап отырсың.
Нурганат, у тебя классная сестра. И Жизе тоже. Да. Они мне очень понравились. Да. Ты тоже им понравилась. Спасибо, я старалась. жатырқадым сырт үсті күндерде. Вот мы и пришли. Дальше я сама. Жан жолатпай айналама, сызып шеңбер. Что-то после дождя прохладно стало, да? Да, прохладно. Прохладно стало. Давай я тебя согрею. Су сепкенде, махаббат емес педі сезім өздігі. Бірақ мәңгі емес болды біздікі. Артта қалған ауыр түстей көз бүгін. Қара енді үздігін, қара енді үздігін. Тостым, көліміз айналса да сорға. Арман боп қалды біздің арман. Сен ұмыту келгені қолдан. Сырған әдемі екен. Қолдан енді боспын. Арылдым мен шын жырлардан. Жүрек орнын ауыр алдырланған. Ұмыту ғана келді қолдан. Шынымен суық, е? Қолдан. Жатырқадым сырт үсті күндерден, сен кеткенде. Жан жолатпай айналама, сызып сенде. Көзден кеттің, кейін кеттің, көңілден де. Это что за подарочки такие? Сегодня ты был настоящим Жизе. Прям Жизюха был? Да? Жизе. Ой, анау кімді? Анау квартираның иесі. Ой, шешең қайда? Мама. Мама бөлмесінде. Иә, ана. Қасы. Ильдар, может быть, ты скажешь Куде, что совсем не обязательно везде выключать свет? Мы же не в пещере живем. Да ладно. Наверное, у человека такая привычка. Знаешь, главное, чтобы он к нашему дому не привык. Дорогая, а может, все-таки подарим им квартиру? Ой, Ильдар, не начинай, а? Наш Куда? Турыне Карамай? Гордый же. Не надо было вручать им ключи на свадьбе при всех. Ой, опять мы виноваты. Нет. А я все-таки попробую еще раз. Как говорится, жақсылықты көрсетпей жасау керек. Жанна. А ты у нас отличен точно же, оказывается, да? А? А я смотрю, ты у меня тоже неплохой посудомойщик. Бүгін
сәт қымбатты бүкін ойда жоқты сүйіп қалғандай мін қатты сыр бермедің сезетінің құпия бар кеудегі сен және жылы ұя енді жетіспей тұр сенесің бе күлкің сенің жетіспей 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 тұр ойымды бұрсам да жүрегім сені ізде жетіспей тұр тәуелді еткен дейсің сенің жетіспей О, Удалар, присаживайтесь. Қайырлы таң. Құдағи, доброе утро. Иә. Доброе утро. Қалайсыздар? Балалар көрінбейді ғой. Иә. Они еще спят. Ой, келіндеріңіз әлі ұйықтап жатыр ма? Қойсыз. Ойбай, мына қыздың басы тиі ме? Пусть еще поспят. О не дегеніңіз, құдағи? Келін деген таңертең ерте тұрып, шайын құйып отырмай ма? Мен барып оятып келейін. Құдағи, Дидарчик разбудите. Жарайды онда, ұйықтай берсін мейлі. Подобное явление хоть и редкое, но все же встречается. Понимаете, так как в утробе матери у вас была одна нервная система, вы с сестрой имеете очень активную биологическую связь. Вы абсолютно здоровый человек, поэтому нет повода для переживаний. Может, все-таки какие-нибудь таблетки пропишите? Нет. Давайте так. Когда в следующий раз организм вашей сестры, так сказать, вступит в активную фазу, вы тоже должны дать определенную нагрузку вашему телу. То есть нужно тренироваться. Это изолирует вашу нервную систему, и вы не будете чувствовать то, что испытывает она. Есть еще второй вариант. Вам надо жениться. Куда, как настроение? Хорошее. Сейчас будет еще лучше. Ой, сол бәлен ішпей-ақ қойсақ қайтеді. Мен қазір жүремін ары бер. Нет, вы меня не так поняли. Куда? Понимаете, в прошлый раз я поступил неправильно. Ну, это было неэтично с нашей стороны. Правда, Гульнара? Куда? Я виноват перед вами. Ну, не надо было дарить вам ключи от квартиры на глазах у всех. Я прошу прощения. Ой, ол өткен нәрсе ғой. Не-не-не, куда? Это было глупо с моей стороны. Очень глупо. Ну и мы с Гульнарой решили все-таки подарить вам ключи от квартиры. Вот. Солай деңіз, құда. Кеңесбай? Құда, сіз түк түсінбепсіз. Сонда оңашада берсем, ала салат деп отырсыз ба? Ну... Кеңесбай? Құда, сіз мені қатты ренжітіп отырсыз. Мен құда болдық, сыйласайық. Арамызда ақша, дүние жүрмесін деген ой менікі. Сіз болсаңыз кілтіңізді қайдан әкеп тықпалап отырсыз. Құда, мен сізге ескертем, соңғы рет ескертем. Енді мұндай нәрсе қайталанатын болса, айтпады демеңіз. Кетен де қалам. Құда? Ренжімеңіздер. Мінезі осындай, айтқаннан қайтпайды. Вот я тоже не понимаю вашу құду. Ренжімеңіздер. Ну что, Эльдар, надеюсь, на этом тема закрыта? Не стоило обижать нашего Куду, иначе уйдет. Как жить без него?
Мыналарда ұйқы бермейтін болды ма? Наш клиент в основном иностранцы. Вы можете подписать Made in Казахстан? Жарайды. Кузаги, сегодня четверг. У нас рыбный день. Куда? Ну не сюда. Куда есть? Мам, на ақшаны алыңызшы, мам. Жоқ. Атама. Қызықсың бар ғой, қызым. Айтып, керек емес. Папа, жоқ. Мен беріп. Мам, ана Димаш Құдайбергенов Нью-Йорк деп терсеңіз шығады. Енді ананы көрсеңіз прям шоу ғой. Что вы делаете, Майра? Не ғой, завтра же пятница. Кстати, да, завтра пятница. Черная пятница, день скидок. Соған ниеттеніп жатқаным ғой. В смысле нет? Не нет, а нет. Ну, нет. Есть же такое, вот, когда хочешь, типа такого, андай. Ой, Құдай мой. Короче, я зет-фельдбек делаю. Что, прям сами собираетесь делать, что ли? Я? Пекарня рядом есть, там все продается. Не, Құдағи, так же нельзя. Зет-фельдбеку надо делать сама. Великолепная пятница же. Нет, ой, нет. Ну, на нет и суда нет. Только, пожалуйста, поаккуратнее, ладно, здесь? Я... Господи, когда это закончится все. Я систематизировал все данные, чтобы пользователям было удобно искать квартиру. Это по Казахстану? Да. Хотя, если ввести данные, можно и весь мир охватить. Интересно. Бұл енді квартирантардың всемирной паутинасы ғой. Запатентую и продам. Слушай, а зачем продавать? Это же хороший стартап для бизнеса. Нет, я лучше продам. Конечно. Шықтың ба? Вы что себе позволяете? С ума сошли, что ли? Құдағи, мен Майра екенді ақпадым. Как можно перепутать? Я стройнее ее. Кешіріңіз, Құдағи, байқамай қалдым. Извращенец. Маймыл. Сен мына құдалар әлі кетпеген ба? Жоқ, жүр ғой әлі. Айтпақшы, ана хозяйка айтады, мына машинені деген сыртқа қойсын де ішке кіргізбесін дейді вообще. Неге? Білмеймін, астына маяға да жүріп болғанда, короче, жылай береді, білесің ғой. Сөз. Кстати, мынау қай құдасы? Кәдімгідей туған құдасы ғой, қызын беріп отыр. Қойш? Иә? Серьезно ма? Осылар біртүрлі болады бар ғой. Қызын беріп жатырмын деп, туған құдасының үйіне келіп тұрып алған адам бірінші рет көріп бар ғой. Айтпашы, бірақ адамда бір андай намыс деген болу керек қой. Өзіне жақсы ғой, бір күшік құда болып жүрген. Қалай? Күшік құда. Құда? Иә. Базарыңыз жынды айттың. Мен емес, хозяйка ғой айтып жүрген. Осы хозяйка бар ғой, қазақша білмеймін деп бар ғой, бәрін біледі, білесің ба? Кім айтса да жестко айтқан екен. Күшік құда. Фонарикті зарядкаға қойып қойдың? Жарайды онда мен. Аға, мына сол жақтағы остановкадан түсіп қалсам бола ма? Жоқ, мен оңға қарай кетем. Аға, енді не істейміз?
не істегенде бірдеме істейміз. Классный фильм, да? Да, прикольный. Бірақ соңғы жақ кішкене өтірік болып кеткен сияқты, иә? Да, енді. Қазақстанның киносы ғой. Нурик, что с тобой? Каз. Нурганат, ты что делаешь? Рушка, я так сильно люблю тебя. Кетка. Ты что, гонишь, что ли? На свадьбу нельзя. Пойдем. Стой! Сразу айтқан квартираға мен бармаймын. Закин, қайдалаш? Нурганат, что происходит? Я вообще не понимаю. Так надо. Нормально объясни. Жанна, не мешай. Надо спортом заниматься. Сейчас. Жан, что происходит? Объясни нормально. Каз. Жан, пожалуйста, повернись. Ну, пожалуйста. Так, стоп. И? Жан, теперь наклонись чуть-чуть. Ага, стоп. При чем тут я и твои тренировки? Нурганат, ты какой-то странный спортсмен. А что? Против спорта что-то имеешь? Қазір біз сізге барамыз, қатын қуырдақ жас. Бармай-ақ қойықшы. Сәуледен ят. Сен мен қатыннан ұялмай-ақ қойшы. Ол қатын. Спасибо. А мен болсам үйде главныймын. Білдің ба? Так что мозгам майыстырма, білдің? Братан, тоқташы, темекі бар ма? Я не курю. Бұл. Құда, на то пошло, мен бүгін-ақ көшіп кете аламын. Да, конечно, я знаю куда. Що мен құда болғасам білсек, танысақ деген ой. Асқаны кейбір адамдар дұрыс түсінбей жүрген сияқты. Спасибо. Құда, қазақта екі жақ құда болғасын, ары қарай жақсы сыйласып, араласу бізге байланысты. Еркектерге. Вы совершенно правильно говорите, куда. Қатын бастаған көш оңбайды дейді, білесің бе? Не понял. А соны мен де не понял. Что вы имеете в виду? Құда, сіз қанша жерден бай болсаңыз да мен сіздің бетіңізге айтайын. Сіз өте жақсы адамсыз. Рахмет, құда. Бірақ бір ноңыз бар. Өте жұмсақсыз. Куда? Ну, может быть, у меня, природа такая. Природаның берді вообще қатысы жоқ. Природа болғанда ол анау үйдің ішіндегі қалай айтсам екен. Мысалы мен кедей болсам да,
қатынымды былай ұстаймын. Вы на что намекаете, Худая? Я не намекаю. Я говорю, как оно есть. Сіздің үйде құдағи бірінші атама сияқты. Официант! Я это минус. Принесите, пожалуйста, виски. Бізде виски жоқ па? Несите водку. Жарайды. Құдеке, мен арты ауыз сен қайтпадың ба? Нет, куда. Вы... Все правильно сказали. Мен онда жазып демалайын. Куда? Әлі? Маған 1,5 жыл біз. 1,5 жыл. Естисің оны? Үй саламын. Әйтпесе сатып аламын. Отвечаю. Кеңесбай. Жатсайшы. Майла. Мен сені жақсы көрем бұл. Иә. Первый раз вместо лжи красивых фраз. Эльдар! Это облако из роз. Эльдар! Лепестками Ты охренел совсем 3 часа ночи? Чего разорался? Эй! Катан! Закрой рот! Иди спать! Что? Что слышала? Знай свое место! Катан! Я Катан? Я сейчас тебе покажу, Катан. Сейчас я тебе устрою, Катан. Алло. Пожалуйста. Ага. Значит, ваш супруг обозвал вас Катын. Именно 2 раза. Заберите его, пожалуйста. Гульнар Жомартовна, давайте сделаем так. На первый раз ограничимся устным предупреждением. Но если аналогичное повторится, мы обязательно предпримем меры. Я солай дұрыс болады. Понятый, распишитесь, пожалуйста. Распишитесь, пожалуйста, Кудыги. Куда? Расписывайтесь.
Пожалуйста. Ендігі шақырту болмайды деп ойлаймыз. Сау болыңыздар. Кудаги? Ау. А дети еще не вернулись? А, жоқ. Мыналарым қуады екен ғой. Қатын деген сөзге бола полиция шақырды. Соны айтам, масқара. Жоқ, құдағайдың қатын екен өтірік пе? Жоқ, қатын екен өтірік пе енді? Осының бәрі бүлдір жүрген сен. Не қылдым мен? Не қылдың? Аузына құйдым ба? Ішкен өзі ғой. Бірақ құдағи қиын адам екен. Соны айтам. Өзімнің қатыным алтын екен ғой. Шын айтам. Сенің мінезің құдағайдың мінезі сияқты болса, мен баяғыда сотталып кетеді екен бе? Қой, демалайық. Куда? Жұмысқа? Нет, Кенеспай, куда? Можно вас на минутку? Ау. Кенеспай, куда? Я все понимаю, мы родственники почти, кудалары. Но, понимаете, у каждой семьи свои нравы. И в чужой монастырь со своим уставом не входят. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Да, по-моему. Ага. Вот Ильдар, он другой. Он мягкий, не знаю, интеллигентный, но вы разные. Да, мы разные. Вот поэтому давать советы взрослому мужчине, я думаю, не стоит. И впредь я бы вас хотела попросить, куда? Чтобы больше такого не повторялось, хорошо? Хорошо. Да, кстати, вы еще квартиру не нашли? Жақсы, бізде. Все, жақсы. Жақсы, давай. Тездетейік енді. Көрсеміз ғой, жан. Ал, жақсы балалар. Жақсы қызым. Сау болыңыз. Все, давай, жақсы. Ой, я тебя умоляю, да, конечно. Слушай, последние дни вообще не до себя, прикинь. 2 недели маникюр. Ты похожа на меня? Не, ну только не туда, я тебя умоляю. Конечно, встретимся. Ну? Да, ну? Гульнара, а что, кудалары уехали? Да, я ж тебе говорю. Да, да, да. Я тебя спрашиваю. Кудалары уехали? Да, да. Слушай, Асельче, нашла шикарное место. А почему они уехали? Откуда я знаю? Надоело, наверное, куда быть. Да, это Ильдар. Ой, ну только давай вот без твоих, ладно? Там Енешка, Кукешка, муж уехал, приехал. Ну-ка дай сюда. С ума сошла, что ли? Отдай телефон. Эх, Гульнара, как ты изменилась. Раньше ты такой не была. Интересно, а какой я была? Хорошая ты была. А сейчас нет.
Знаешь что, дорогой, что есть, то есть. Телефон отдай. Отдай телефон, говорю. Что? На, ныряй! Не оставляй Құдағида мен мұндайды күтпеп едім. Кетіңдер деп қалай аузы барып айтты екен? Жоқ енді нақты кетіңдер деген жоқ қой. Бірақ соны келтіріп отыр ғой. Монастыр деді, рабый деді. Сол кезде бізге бармай-ақ қою керек еді. Қиын берік болу арманға, күйзелісте жалғыз қалғанда, өмір соққыға жыққанда, сыйыну жалғанға, түңілмейтіндер өз қателеріне жетеді дегеніне. Гүлзағира тәте сізді шайға шақырып жатыр. Не называй меня Гүлзагира. Көп қиялдаймын, іздеймін жарықты, қалай жаулаймын мына кәрі алыпты. Кімді алдаймын, міне бір адықтық, нені қалаймын, және қаншалықты. Мама звонит. Қиын берік болу арманға, Пап, ты что происходит? жалғыз қалғанда. Вообще, говорят, жақсы адамның ашуы шай орамал кепкенше. И что это означает? Это означает, что мамы не хватает дома. Мама у меня хорошая. Да. Мама у тебя хорошая. А вот насчет моей жены... Тура мешіттің қасына келе жарылған қыраш. Онда не болады? Ештеңе болмайды. Сен ауыстыра бер. Мен кіріп шығайын. Бұл да бекер емес шығар. Привет. Привет. Классно выглядишь. Спасибо. Ильдар, прости меня. Осы уақытқа дейін ақымақ болыппын. Да. Все-таки как же хорошо в ауле, а? Рахат, е? Балалардың қалы қалай? Жақсы. А құдалар как?
Не знаю. Так, ну, сенге. Рахмет. Қазір. Алло? Да, я вас слушаю. Хорошо? Ага. Ага. Да, знаю. Завтра буду у вас. Спасибо, до свидания. Прикинь, клиенты нашлись. Заинтересовались моим сайтом. Какой сайт? Я разработал новую программу, на днях выставил на продажу. Уже клиенты нашлись. Представляешь? Круто, поздравляю. Рахмет. Кеттік. О, бұның бәрі көп емес пе? Білмеймін, өзіме осы жердің тамағы ұнайды. Бәрібір сенің кеспе көжіңе жетпейді ғой. Қош айналайын. Осы бір тізесі шығып кеткен комплиментіңді айта береді екенсің. Не болды, мақтасақ та жақпаймыз ба саған? Иә, балам. Жоқ, үйде емеспіз. Иә, әкең қасымда? Қазір. Нұрғанаттың. Алло. Ау. Қай жақтан? Бангладеш? Олар емес пе? Жо, Бангладеш қай жақта еді өзі? Болды, есіме түсті, иә. Ой, о жақта квартиранттар көп қой. Анау үй түгілі пойызға сыймай жүреді. Сонда не дейді олар? А? Мистер Нурканат, ваше предложение очень удобное и уникальное. Мы очень заинтересованы в вашем работам. Теперь давайте согласовать цену вашего продукта. Кажетесь. Өздерің неше деп отырсыңдар? Мы сначала выслушаем ваше предложение. Мы хотим предложить вам $100 000. Қуанғаныңды білдірме. Нұрғанат. Далаға шығып кетікші. 100 000 доллар dedi mi? $200 000 desek, үркісіп алмаймыз да? Білмеймін. Бірақ кеше сөйлескенде қатты қызығып отырған. Қатты қызығып отырған дейсің ба? Асықпа балам. Байтерек называется, это в Нур-Султане. Переводится как «богатый терек». Богатый. Что вы решили? Короче... Аралап жердің жүзін шарласам да, алматым жүрегімде әрқашанда. Арылмас Алатаудан ән қашанда, аспанның жұлдызына самғасам да. Сәнімсің менің бағымсың, Алматым ғашық әнімсің.
Өз үйім, өлең төсегім. Тауба. Өз үйімізге де жеттік ау әйтеуір. Ештен кеш жақсы дедім ғой, Майра. Әке, енді бізді ешкім де көшіре алмайды. Ой, құлыным сол, алтыным. Ұлымыздың арқасында үйлі болып жатырмыз. Жоқ, қайта сіздердің арқаларыңыз. Ары-бері көшіп қонып жүрмесек, мұндай программа жасау ойыма да келмейтін еді ғой. Көрдің бе балам, әр нәрсенің қайры болады деген осы болады. Шүкір. Ей, мынаған не болды? Жылаған дес? Қой енді. 50-ге келгенде әрең жеткен тұңғыш үйім ғой. Онда мына үйдің атын Елубай деп қояйық. Қой. О, с новосельем! О, Гений, қалайсың? Красивая квартира. Ой, какой вид шикарный. Воздух. Со вкусом. Цвет такой приятный. Соған өзім қуанып тұрмын. Как раз менің көйлегіме под цвет екен. Қараңызшы. Нам надо почаще встречаться. Да ради бога, құдағи, конечно. Советоваться надо теперь. Скоро бабушками станем. Қойыңызшы. Шын айтасыз ба? Сегодня узнала. Ойбай-ау, мынауыңыз керемет жаңалық қой. Құтты болсын, құдағи. Бірге болсын. Так что, құдағи, готовьтесь. Скоро бабушкой станете. Нет, құдағи. Это вы станете бабушкой. Ал мен әже болам. Бәрі дұрыс па? Салтанат, не ғой, сенің аяғың ауыр емес пе? Қойш. Нет. Мен қазір. Ой, бұл еще туады ғой. Маған срочно үйлену керек. Құда, шаңырағымыз осы. Елде ешқайда көшпейміз, а? Сіздер үшін әрдайым есігіміз ашық. Рахмет, құда, рахмет. Рахмет. Құдамның үйі деп любой уақытта келе беріңіздер. Жоқ, болмаса үйдің бір кілтін беріп қойға, Майра. Әрине, отағасы. Как раз бізде бір кілт артық. Ой, құдағи, рахмет. Не еттеріңізге рахмет. Иә. Құдағи, у вас очень красивая квартира. Ой, рахмет. Бәрі мына баланың арқасы ғой. Нурканат вообще красавчик. Вы бы видели, как он презентовал. Покупатели в восторге были. Бірақ сонда да мен түсінген жоқпын, неге Бангладеш? Олар қайда, біздер қайда? Сонша ақшаға бізден келіп алғанша енді... Ой, құдағи, у вас шикарный сорпа. Можно дидарчику? Әрине, әкел балам. Бер әкел. Құдығы сорпаны ішсіңші? Бар ғой, менде, рахмет. Ойында қарыстың, өзіңмен табыстың, жайнаған гүлдей қордың сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп армадым, сыр бойы жайладым. Сен іздеп армадым, сыр бойы жайладым. Все-таки наши құдалар алтын адамдар ғой. Знаешь, они такие добрые, искренние. Прям аңқылдап қалған.
Прям вот такие, да? Ну, Ильдар. Да, любимая. В жизни самое главное – это человеческие отношения. Не зря говорят «Куда манжалдак». А ты видела, как они нас уважают? Это твоя заслуга. Нет, именно здесь это твоя заслуга. Сколько я пытался им подарить квартиру, а тебе все удалось с первой попытки. Что вы решили? Короче, мы хотим 200 тысяч. Нам нужно советоваться. बात कर लेते हैं. 200 тысяч? Да они охренели, что ли? Этот же проект и $100 не стоит. Дорогой, ну давай хотя бы 150. Ну, $2 же. Ну вы нас извините. Просим прощения. Но мы только можем вам дать $150 тысяч. Согласен. Согласен. Рахмет, ага. Казахи не зря говорят. Жақсылықты көрсетпей істеу керек. Да, правильно. Үй қайда? Бісміллә, Үй қайда? Ей, не болды? Үй. Ой, құдайым ай, үй орнында жатшы. Не деген адам? Орында екен ғой. Кейде қараңғы тастай, кейде жарығай, сыналады екен сүйген жан удай. Өмірде бәрі әдемі емес кинодағыдай. Кейде қараңғы тастай, кейде жарығай, сыналады екен сүйген жан удай. Өмірде бәрі әдемі емес кинодағыдай. Ғашықтар қайғырмайды деп, қия алмай тұрса да айырылмайды деп, бақытқа жетер жол тайдырмайды деп, өмірде бәрі мүмкін. Кейде қараңғы тастай, кейде жарық ай,